Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай ерекше жейде, яғни рубашканы тігетін боламыз. Біздің жейдеміздің үлгісі оверсайз стилінде. Жейдемізді бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, лайк басып кетіңіздер. Бұл жейдені тігу үшін бізге 1,5 метр рубашкаға арналған хб матасы қажет болады. Матамызды екіге бүктеп, ортасынан бастап, артқы бойды тұрғызып бастаймыз. Видеода көрсетілген өлшем бойынша тұрғызамыз. Бұл өлшемдер 42 размерден бастап 46 размерге дейін жүреді. Жейдеміздің артқы бойы дайын болды. Артқы бойымызды қиып аламыз. Артқы бойдың негізінде алдыңғы бойды тұрғызатын боламыз. Видеода көрсетілгенде артқы бойды матаға орналастырып, керек өзгерістерді енгіземіз. Бізде алдыңғы бойымыз артқы бойға қарағанда 5 сантиметрге қысқа болады. Оны бірден белгілеп аламыз. Және алдыңғы бойда түйме болады. Сол түймеге берілетін қосымшаны қосып аламыз. Және мойын ойындысын тереңдетеміз. Иығын төменірек түсіреміз. Осы айтқан өзгерістердің бәрі видеода өлшемдері көрсетілген. Осылай алдыңғы бойды тұрғызып, қиып аламыз. Қалған матамызды 4-ке бүктеп алып, керек өлшемдерді белгілеп, жеңді сызып аламыз. Біздің жейдеміздің жеңінің ұшы ерекше желбірек болады. Сол желбіршектің басталатын орнын бірден белгілеп алайық. Міне біздің негізгі бөлшектеріміз дайын. Алдыңғы, артқы бой және жең. Енді алдыңғы бойға түйменің орналасатын жеріне дублеринімізді жабыстырып аламыз. Белгіленген жерімізге өлшем бойынша дублеринді қиып алып, үтіктің көмегімен жабыстырып, түйменің орналасатын жерін бірден қайтарып үтіктеп аламыз. Артқы бойға алдыңғы бойды теріс жағынан
бетпе-бет қойып, иық тігістері арқылы бір-біріне қосып тігіп аламыз. Және осы тігістерімізді бірден оверлоктың көмегімен өңдеп алайық. Өңделген тігісті үтіктің көмегімен тігісімізді жатқызып үтіктеп аламыз. Алдыңғы артқы бойды қосып алғаннан кейін, енді жеңді қосатын боламыз. Видеода көрсетілгендей, жеңімізді қойып, қосып тігіп аламыз. Бұл тігісімізді де бірден оверлокпен өңдеп алайық. Енді жейдеміздің жан тігістерін қоспай тұрып, алдымен жеңіміздің ұшын, желбіршегін жасап аламыз. Ол үшін бізге осындай резинка жіп қажет болады. Шпульканың астына осы резинка жібімізді орап алып, үстіне кәдімгі тігін жібін қойып, видеода көрсетілгендей алдында сызып алған тігісімізбен тігіп шығамыз. Астыңғы жіптің орнында резинка болғандықтан бізде осылай бірден жиырылып шығатын болады. Және лапканы қойып, сол лапка арқылы келесі тігісімізді жүргіземіз. Мен осылай өзімнің жеңіме 3 қатар тігіс жүргізіп алдым. Жейдеміздің резинкасын тігіп алғаннан кейін, енді жан тігістерін қосып алатын боламыз. Бірақ алдымен оверлокпен осы жеңнің бір ұшынан бастап, екінші жеңнің ұшына дейін оверлокпен жүріп өтеміз. Алдыңғы, артқы бойды да тура осылай жүріп өтетін боламыз. Енді жеңнің ұшынан бастап, осы белгіленген жерге дейін түзу тігіс жүргізіп өтеміз. Бұл біздің жейдеміздің жанындағы вырезі болады. Жан тігістерін қосып алғаннан кейін, енді жейдеміздің етегін қайтарып аламыз. Видеода көрсетілгендей, түйменің планкасын осылай өңдеп алсаңыздар болады.
осылай алдыңғы бойдың бір ұшынан бастап келесі ұшына дейін түзу тігіспен етегін қайтарып шығамыз. Міне жейдеміздің етегін айналдырып тігіп алдық. Енді түйменің планкасын үтікпен қайтарып, үтіктеп дайындап қойған жеріміздің үстінен түзу тігісті жүргіземіз. Планкамыз дайын. Енді жеңіміздің ұшын қайтарып аламыз. Мен московский тігіс арқылы қайтаруды жөн көрдім. Бірінші жеңнің ұшын бір қайтара тігіп алып, екінші кезекте осы тігісті тағы да бір қайтарып, тағы да бір тігіс жүргізіп өтеміз. Жейдеміздің жеңінің ұшын өңдеп біттік, етегін қайтарып тіктік және түйме орналасқан планканы тігіп алдық. Енді бізде жаға қалды. Жағаны қалай өңдеуді алдыңғы видеода көрсеткенмін. Мен қазір дайын жағаны алып, бірден мойын ойындысына тігіп көрсететін боламын. Дайын жағамызды алып, артқы бойдың ортасынан бастап, мойын ойындысына иненің көмегімен көктеп аламыз. Яғни ол біздің стойкамыздың дублерин жабысқан бөлігі. Оны осылай көктеп алып, үстінен машинкамен тігіп жүріп өтеміз. Міне біз машинкамен тігіп алдық. Енді осы ұштарын ішіне кіргізіп, сыртынан тағы да иненің көмегімен көктеп аламыз. Міне жағамызды осылай көктеп қосып алдық. Енді стойкамыздың оң бетінен, яғни бұйымның сыртқы жағынан түзу тігіс жүргіземіз. Мен жағаның ортасынан бастап бір жанына қарай жүргізіп, және келесі тігісті тағы да ортасынан бастап екінші жағына қарай жүргізіп алдым. Міне біздің жейдеміздің жағасы осымен дайын болды. Ендігі кезекте жейдеміздің түймесін және ілмегін, яғни петля деп айта берейік, бәрімізге түсінікті болу үшін петлясын тігетін боламыз. Жағада, яғни стойкада орналасатын петлямызды көлденеңнен тіксек, алдыңғы бойда планкасында орналасатын петляны тігінен тігетін боламыз. Түйменің енін алып, оны осылай өлшем бойынша сызып аламыз, және әрбір түйменің орналасу арақашықтығын тауып аламыз. Ол менде 8 сантиметр. Петляға арналған арнайы лапканы қолданамыз, және арнайы тігіс арқылы тігетін боламыз.
Петля тігетін тігіс ол әрбір машинкада болады. Біздің осы жейдемізге 8 түйме кетті, яғни 8 петля болады. Енді инені осылай қадап алып, сөккіштің көмегімен петлямызды кесіп шығамыз. Осы жерде өте мұқият сөккендеріңіз дұрыс. Енді осы түймені алып, петлямыздан ары-бері өткізіп тексеріп аламыз. Және петляны келесі планкаға бетпе-бет қойып, түймелеріміздің орналасу орнын тауып аламыз. Және түймені осылай тігіп шығамыз. Міне біздің жейдеміз осымен дайын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.